Нужно расслабиться, нужно остыть, нужно забыть, не сжигая мосты. День без наркотиков, ёбаный ад, и я вновь засыпаю до жути пусты. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бекзат. Бүгін мен топ 5 ужасных персонажей крипипастаны айтатын боламын. Ал енді бізде 5-ші орында Рейк. Ол өте қорқынышты, өзінің историяларында және біреудің крипипастаның историяларындағы өте қорқынышты, бірінші орындағы өте қорқынышты персонаж. Ол Нью-Йорк қаласында тұрады деп ғылымдар зерттеген. Оның ғылымдардың сенуінше бойынша ол өте қорқынышты. Ол және де түнде келеді, немесе кешке қарай. Және де ол туралы неше түрлі фактілер бар. Мысалға, Рейк басқа сөзді білмесе де өзінің атын ғана айтып біледі. Және де ол қорқытқанға өте күшті. Бізде 4-ші орында Кровавая Мэри. Ол өте қорқынышты әйел. Ол өзінің крипипастадағы ведьмасы болып есептеледі. Одан барлық адамдар қорқады. Өте қорқынышты, оны естігісі де келмейді. Және де ол бір орманда тұрады. Оны ата-аналары тастап кеткен. Және де ол балаларды, кішкентай балаларды кешке таман ұрлап, және де оны сойып етін жейді. Онысымен қоса айнаға қарап, көбісі Кровавая Мэри деп айтқан адам өледі деп есептелген. Ал енді бізде 3-ші орында Smile.dog. Ал енді бұл қорқынышты суретке келетін болсақ, Құдай сендерді күліңдер жақсы көреді деген лақабатпен атаған. Осындай күлген суреттерді жіберетін болса, WhatsApp-тан немесе басқа да желілерден жіберетін болса, сендер оны удалить ете алмайсыңдар, және де файлға тыға алмайсыңдар. Егер де осы файлды удалить ететін болсаңдар, бұл ит сендерге келеді деп есептелген. Ал енді бізде 2-ші орында Джефф Киллер. Ол Джефф убийца өзі бір адам болған. Сосын ол басқа районға көшкен ата-аналарымен. Сол районда оны хулигандар мазақтаған әпкесі екеуін. Сосын ол сол хулигандар оған ұнамай бірінші хулиганды өлтірген. Сосын екінші хулиганды өлтірген. Сөйтіп өлтіре берген. Соңында ең соңғы адамды өлтіретін кезінде ол адам оның бетіне бензин мен краска ұнтағын шашып жіберген екен. Сондықтан соның беті әппақ түске боялып кеткен. Сосын ол айнаға қарап тұрып, бетінің 2 шетін кесіп тастаған екен. Сөйтіп бара қолына өте өткір пышақты алып, өзінің әпкесі, сосын әкесін, анасын, әжесін, атасын өлтірген. Ал енді бізде 1-ші орында Слендермен. Оны өздеріңіз білетіндей, аузы мұрны және де көзі жоқ, ес-түссіз бір адам емес десе де болады. Онымен қоса оның 2 қолы және де артында өте қорқынышты жалбыраған құйрықтары бар. Және де ол орманда тұрады. Өте қорқынышты, өте жабайы ағаштар тұратын орманда мекен етеді. Ол кішкентай қыздарды және балаларды ұрлайды. Осындай видео көргілеріңіз келсе, менің арнама жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Енді сонымен осы видеоны аяқтаймын. Арнаға жазылыңыздар.